Салықты уақытылы төлеуді ұмытып, шетелге шыға алмай, банк шотын аша алмай, немесе несие ресімдей алмай қалдың ба? Қандай реквизиттер бойынша қандай салық төленетінін білмейсің бе? Салық төлесең де түрлі деректемелерді, немесе салық сомасын дұрыс толтырмай, борышкерлер тізімінде болып шықтың ба? Осы және басқа да мәселелер әрбір салық төлеушіге таныс. 1 қаңтардан бастап сіз e-салық мобильді қосымшасындағы салық әмияны қызметінің арқасында салықты батырманы бір рет басу арқылы төлей аласыз. Ол салық төлеу рәсімін жеңілдетуге арналған. Енді көптеген деректемелерді толтырудың қажеті жоқ. Салықтарды есептеу туралы хабарламаны алған кезде сіз төлемді батырманы бір рет басу арқылы растай аласыз. Содан кейін қажетті сома салық әмиянының теңгерімінен алынады. Сондай-ақ есептелген салық туралы хабарлама алған кезде салық әмиянынан қаражатты автоматты түрде алу опциясын қосу мүмкіндігі бар. Салық әмиянында сіз қандай салық төлеу қажетін, айыппұлдар мен өсімдеріңіз туралы нақты ақпаратты табасыз. Сондай-ақ сізге қандай салық салу нысандары тіркелгенін білесіз. Бюджет пен есеп айырысу және алдағы төлемдер бөлімдерінде есептелген сомаларды төлеуді екінші деңгейлі банктердің, Қазпочта акционерлік қоғамының төлем карталарының көмегімен немесе телефон бірлігінен жүргізуге болады. Алдағы төлемдер сервисі төлем мерзімі басталғанға дейін алдағы салық сомасын білуге мүмкіндік береді. Play Market немесе App Store'да e-салық қосымшасын жүктеңіз. Салық әмиянын толтырып, салықты оңай төлеңіз.